How do you do, children? I'm very glad to meet you again in our online lesson. Today you will repeat the words of Planets 1, which you can see on your screens. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Онлайн сабақта тағы кездескенімізге қуаныштымын. Ғаламшар 1 тақырыбындағы сөздерді қайталаймыз. Өздеріңнің экрандарында көрген сөздерге назар аударайық. Astronaut, space station, telescope, space suit, rocket, spaceship, comet, alien, planet. The next part of our lesson, look at the highlighted verbs and study the use of tenses. Экранда көрсетілген сөйлемдердегі белгіленген сөздерге қарап, олардың қандай шақта екенін анықтайық. Let's start. Zork lives on a different planet. He went to Mars 3 months ago. He is visiting Earth now. He is traveling to Venus tomorrow. Көріп тұрғандарыңдай, балалар, бұл жердегі ерекше белгіленген сөздер қай шақта тұрғандығын анықтауға болады. He lives on a different planet. Ол әртүрлі ғаламшарда өмір сүреді. He went to Mars 3 months ago. Ол Марс ғаламшарына 3 ай бұрын барды. He is visiting Earth now. Ол қазір жерді көруге келе жатыр. He is traveling to Venus tomorrow. Ол шолпан ғаламшарына ертең саяхаттауға барғалы жатыр. The next activity is read and complete. Келесі тапсырмамыз оқыңдар және толықтырыңдар. Яғни бұл жердегі барлық берілген сөйлемдерді әртүрлі шақтарда қолданып жазамыз. The ancient Greeks жақшада берілген етістік call. The sun Helios. Ежелгі гректер күнді Гелиос деп атаған. Яғни сөйлем өткен шақта болу керек. Берілген етістікті өткен шаққа қоямыз. The ancient Greeks called the sun Helios. Look, 50 aliens. Қандай шаққа қоямыз келесі етістігімізді? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Созылыңқы осы шаққа қоямыз. Look, 50 aliens are coming out of the spaceship. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әуе кемесінен 50 шақты келімсектер келіп жатыр. The next. Robot explore Mars now to find information. Now деп тұрса, сөйлем қазір болып жатқанын анықтаймыз. Robots are exploring Mars now to find information. William Herschel discovered Uranus in 1781. Сөйлемге қарасаңдар, өтіп кеткен жылды көрсетіп тұр. 1781 жылы William Herschel Уран ғаламшарын ашқан. The astronauts are leaving for the moon tomorrow. Are leaving себебі ертең барғалы жатыр. Астронавттар айға ертең барғалы жатыр. The moon travels around the earth almost once every month. Бұл жерде етістіктің осы шақтағы формасын қоямыз. Жай осы шақ.
The moon travels around the earth almost once every month. It was 1969 when Neil Armstrong walked on the moon. Етістікті қандай формада қоямыз? Walk немесе walked? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Сөйлем өткен шақтағы нәрсені айтып жатыр. 1969, 1969 жылы Нейл Армстронг айға барды. Яғни, ағылшынша. It was 1969 when Neil Armstrong walked on the moon. Келесі сөйлем. People use telescopes when they want to look at the planets. Бұл сөйлемдегі берілген етістікті өзгеріссіз қалдырамыз. Себебі ол жай осы шақты көрсетіп тұр. Яғни адамдар телескопты, ғаламшарды көргілері келсе қолданады. The next activity of our lesson is try to ask questions by memory. Look at exercise 18. Бұл тапсырмада, балалар, біз есте сақтау қабілетімізді тексерейік. Алдыңғы тапсырмада болған жайттардан хабардарсың ба? What, who, why, when, where, how many, how often. Осы сұрақтардан басталатын сөйлемдерді жасайық. What, не, who, кім, why, неге, when, қашан, where, қайда, how many, неше, how often, қаншалықты жиі. If you remember, there were a lot of information in exercise 18. What did the ancient Greeks call the sun? What did the ancient Greeks call the sun? Do you remember the answer? Сұрақтың жауабын білеміз бе? Yes, you're right. The ancient Greeks called the sun Helios. Яғни, ежелгі гректер күнді Гелиос деп атаған екен. Тағда қанша сұрақтар қоюға болады? Ойланып көріңдерші, балалар. Now, look at the screen and make questions. How many, how often, who, why сұраулы сөздерін қолданып, сұрақ құрастырып көрейік. Look, 50 aliens are coming out of the spaceship. Бұл сөйлемге қандай сұрақ қоюға болады? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. How many aliens are coming out of the spaceship? Келесі сұрағымыз. Кім деген сұраулы сөзден басталсын? Кім деген сұраулы сөзіміз ағылшын тілінде who. Уран ғаламшарын кім ашты? Сұрағымыз қалай болар екен? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Who discovered Uranus in 1781? Тағы қандай сұрақтарды қоя аламыз? Ол үшін келесі тапсырмаға қарайық. How often? Where сұрақтарымен басталатын сұрақты қояйық. Where, how often? Мәтінге қайдадан барамыз? How often? Қаншалықты жиі? Қай сөйлемге осы сұрақты қоюға болады? Я, балалар, 6-шы сөйлемге. The moon traveled around the earth almost once every month. Яғни, ай жерді әр айда бір рет айналып өтеді.
Осыған байланысты сұрағымыз: ай жерді қаншалықты жиі айналып өтеді? Сұрағымыз былай болады екен: How often does the moon travel around the earth? Қайталаймын. How often does the moon travel around the earth? Thank you for your attention. Goodbye. Your home task is to ask questions using exercise 18. See you soon.